Бүгінгі күні мен сізге айтамын, бүгін үкімет есеп беріп жатыр. Нақты жауаптар болған жоқ сұраққа. Мысал ретінде Жаңбыршин Маңғыстау облысынан сайланған депутат Аманат партиясынан сұрақ қойды. Халыққа қолжетімді болған тауарлар қандай шешім қабылданып жатыр деп. Мына менің өзім жеке басым ойым, мысалға Ресей шектеу қойды ма? Бидай, басқа тауарларға. Біз Қазақстанда көп заттар импортпен келеді. Өйткені өндірмейміз. Бәсеке жоқ. Сол себептен міндетті түрде қазір шаралар жасау керек. Импортқа келетін кедергінің бәрін алу керек. Ол баж салығы бар, импортқа келетін, қосымша құн салықтары бар. Соның бәрін алып тастасақ, бізге тауар арзан келеді. Халыққа қолжетімді болады. Ол бірінші мәселе. Екіншіден, дағдарысқа байланысты бүгінгі күні халқымыз өзінің күнін өзі көрсін дейтін болсақ, жаппай кәсіпкерлікті қолдау мәселесін айту керек. Бұл мәселе жөнінде де бүгін үкімет айтқан жоқ. Мысал ретінде мораторий бітіп жатыр, қазір білесіз, осы жыл бітеді мораторий. Ал мына кәсіпкерлер енді өздеріне келіп жатқан жағдай бар. Пандемиядан басқасы, одан бөлек. Қалай жауап аласыздар енді бүгінгі жауаптарына көңіліңіз? Біз енді қазір мен сұрақ қоймақшы едім, сұраққа кезегім жетпей қалды. Бірақ міндетті түрде оны қағаз жүзінде береміз, жауапты аламыз. Енді қағаз жүзінде күн айтып жатырмыз ғой. Сіздер барсыздар қазір журналистер, халықпен кездесіп, үкіметтің арасында көпір болу керек. Мына депутаттар бізге де, одан кейін мына бұқаралық ақпарат сіздерге де. Көңіліңіз толмады, бүгінгі үкіметтің жауабына? Мен көп жауаптарына көңілім толмады. Өйткені бүгін бізде ең басты қызық жағдай, біз себеп салдармен күресіп жүрміз. Алдын ала жұмыс жоқ үкіметте. Менің айтатыным бүгін үкіметке, Смайылов бастаған үкімет кабинетіне айтатыным, себеп салдармен жұмыс жасауды қою керек. Алдын ала жұмыс керек бізде. Ана үй құлап, су алып кетіп, халық қырылғаннан кейін біреуді жұмыстан шығарып тастап, кішігірім шара қолданған ешкімге керек емес. Халық жұмыс істеуге дайын, бірақ жұмыс орнын бере алмай отырмыз. Бағаны айлық көтерілмейді, бағаның бәрі өседі. Тарифтен бастап бағана тұтынатын товарға дейін. Бұл енді дұрыс емес қой. Вы видите разницу между правительством Мамина и Исмаилова? Я, например, как журналист не вижу, потому что этот Кабмин, этот новый состав Кабмина также действует, как и старый. Он опять намерен брать деньги нацфонда. Вы, наверное, слышали, что 4, в курсе, конечно, 4 триллиона из нацфонда мы опять будем брать средства будущего поколения. Насколько я знаю, не 4 триллиона. Там, да, ориентировано, да. Ну, точно, вот нам недавно ваш законопроект поступил, сейчас мы это будем обсуждать. Но что касается, если сравнивать, я вам скажу так, конечно, да, пока сдвигов конкретных мы не видим, надо это отметить. Но я думаю, что они только начали же, год начался. Январские события были, пандемия была, да, мы сейчас понимаем их, как говорится, доводы, местами они обоснованные. Но в любом случае, январские события показали, у нас второго шанса нету. Сегодня президент на это тоже конкретно обратил внимание, чтобы не саботировали поручение президента, кабинет министров качественно и на опережение должен отрабатывать.